Амансыздар ма? Менің арнама кіріп көріп қызықтап жүрген қауым. Бүгін сіздермен біз ленивый голубцы дейді ғой, сондай жаңағыдай қырыққабат алып, жапырағын алып орап жүргеннен тез дайындалатын қырыққабат қосылған, жаңағы күріш қосылған, әдемі етпен тағайындалатын тамақ. Ленивый голубцы деген духовкада жасап көреміз. Осыны қазір бірге жасап. Бұл тағамды дайындау үшін бізге керекті заттар. Мынау фаршымыз, етжекіштен өткізіп алдық, жарты кило. Бір бас пиязды турап қойдық. Енді бұған жаңағы қырыққабат керек, бір 300 грамдай. Сосын бір сәбіз алдық, бір-екі бұрыш алдық кішілеу. Сосын бізге мынау сыр керек, ірімшік. Содан кейін бетіне жаңағыдай күріш керек, піскен бір пиала. Енді бетіне қоятын соус дайындау үшін қаймақ, томатный соус, соевый соус, сосын бір жұмыртқа керек. Қазір осының бәрін турап алайық. Міне бәрін турап қойдық. Күрішін салдық, пиязын салдық. Түр-түсі әдемі болсын деп болғар бұрышын салдық. Қырыққабатты турап қойдық. Енді дәмдеуіштерін бәрін қосып, қазір мына табаға біртіндеп котлет жасап қойып. Міне 10 дана котлет шықты. Енді осыған қазір бетіне мынау қаймаққа соевый соусты қосып қойдық. Оған мына томатты араластырамыз. Сосын кейін бетіне сәбіз себеміз. Оның үстіне ірімшікті себеміз. Сөйтіп духовкамыз дайын тұр. Духовкаға сала бастаймыз. Міне енді духовкада 40 минут тұрады. Содан кейін көреміз. Міне 40 минуттан астық уақыт өтті. Қараңыз қандай әдемі керемет тағам дастарханға келді. Біз шынаяққа салып көреміз. Мына қараңызына керемет тағамды шынаяққа салып әдемілеп қойдық. Дәмін қазір көреміз. Өте керемет тағам болып шықты. Келіп үйге жұмыстан асығып келгенде қырыққабатпен орап жасап жүргеннен ленивый голубцы дейді ғой, орысша айтқанда. Сол жаңағы осы голубцыды жасасаңыздар болады. 40 минутта дайын болады. Сондай тамаша тағам. Диеталық бір жағынан, майсыз, керемет дәмді тағам. Үйлеріңіздің бәріне ұнайды деп ойлаймын. Сондықтан жасап көріңіздер. Осы бұрын өздеріңізде жасап жүрген шығарсыздар, бірақ менің тәсіліммен де жасап көріңіздер. Кем кетігі болса айтыңыздар. Астарыңыз дәмді